Мадина, я не виноват. Пока жассың ба? Я виноват. Ағам мен әлі 2 бала жетпей қалды енді. 7 бала өте керемет. Ой, өнердің өзі асылдың сынықтары. Аға, қош келдіңіз, есіміңіз? Балкен болады. Өте. Мамасымын, мен есімін. 5 ұл 4 қызым бар, 9 балам бар. 9'ın қайда кеткені 8 жылмен ғана. Бұл жақта кетіп қалды. Аға, кеттіңіз. Ана 7 баласы бар кісі кетіп қалды. Сізді көрді де мама деп ұялды ғой көрсін. Мен не алып тұрмын, мына кісі 9 бала бар деп. Өте керемет, неге шапалақ жоқ. Мен жасыратым жоқ, менің әжемнің өзі осы дүниеге 14 құрсақ көтерген кісі екен. Енді айту бойынша, сіздер 9 баяғыда 60-пай, 70-пай дейтіндер болады ғой, сол мықты ғой сіздер. Апа, есіміңіз? Тәжікен. Тәжікен апа, қош келдіңіз, кім боламыз? Апа, ұрай өрмені шапа, анақан болып қалады. Дағайымды қошемет деп Енді апаның сіңілі? Yok, айтпайды мама. Kadirжан мамасын деп айтты. Кәдіржан ағамыздың мамасы. Мәссаған, өте керемет. Енді құда үйі жаңа 9 қошемет деп атам, 9 бала туған. аға сізде Менде 7 бала. Ой, 7 бала мана кетіп қалды ғой жапа. Құда үйге жол бересіз енді. Сізге көп рахмет. Қошемет бала. 9 баласы бар. Алла тағала осы сіздің жолдарыңызды бізге берсін. Немерем бар, 9 шөберем бар, 9 балам бар. Бірақ кенже баланың қолында тұрам, 40 жасында туған ұлым бар, Жангелді деген аты. Апасы ішін толып қапты ғой әлі. Отырып, бір сөйлеспедік папа деп ойнап айтты. Папам отырайын деп жатыр. Адамның көңілін қалдырмайды екен мына кісі. 9 баласы бар. Ана қуаныш, айналайын қуаныш саған апамның жолын берсін. Ауызында түкіртіп ал керек кезде. Қазақ өз адамшыл халықпыз ғой. Қазақ қашандардан бәсекеге халықпыз. Құдай қаласа болады 9 балаңыз. Атам бар ма атам? Атам кеткен. Қанша кетіп қалды ма? 9 баладан кейін шаршаған ғой. Бірақ аман болыңыз апа. 9 бала деген өте керемет. Бұндай аналарды мен шақырып мазақ қылып жатқан жоқпын. Бізге осы кісілердің жолын берсін деген ниетпен шақырып жатқан жайым бар. Тіл көзің тасқа, 9 балаңыздан рахат көріңіз. Мына Теміртас Мектат қыздың әдемі сөзі бар. Аналарды жұмақ дейміз, күн дейміз, құрғақ сөзге құмар